Хей, ассалаумағалейкум достар, сәлем, бүгін бұл мен Нұржан. Бүгін біздер деген Майнкрафт, Skyblock'ты ары қарай жалғастыратын боламыз. Мен және де мирға кірген соң бес ағашты сындырып алдым. Екі сарнез, екі палка түсті. Достар, бірден видеоны көрмей арнаға тіркеліп, лайкты басып, комментарий жаза кетіңіздер. Обязательно арнаға тіркеле кетіңіздер, достар. Оған дейін мен артық сындырайын. Наверное, мынандай тұр. Прикинь, не? Мынаны сындарсам тұра бере ма? Тұра береді екен. Ал достар, біздер деген алдыңғы бөлімде айтқан болатынбыз, мынаның ар жағында анау тұрған аралға барамыз деп. Енді сол аралға барамыз. Маған сол үшін тас керек, көп тас, прямо көп керек. Прямо 30-60 ба керек, в общем 20 тас өзі жететін шығар деп ойдам. Ал енді мен тас сындыра берейін оны. Так, достар, белгілі бір себеппен енді видеомыз бір өшіп қосылды, енді ары қарай жалғастыра берейік. Ничего мән бермейміз. Менде деген 48 тас болды, және 2 киркам сынды, еще плюс тағы бір кирка істеп алған міне. Маған 60 булыжник жетеді деген ойдамын, енді 60 булыжник сындырған кейін ары қарай жетіп қалатын шығар деп тұрмын. Бізде деген мына аралға да бару керек. Әлі бізде істейтін шаруалар көп. Осының бәрін сындырып алайық ең алдымен. Достар, сіздер дейтін лайк басып, арнаға жазылып, комментарияларыңызды жаза отырыңыздар. Менде деген статистика бойынша енді неде тұрады ғой ютубта. В общем, қанша 98% ба, в общем, адам без подписки көреді екен. Ананы көріп мен шоке болдым ғой, ебать дегенсің ғой достар. Ема деп қалдым, конкретно 98% достар, ойлаңыздаршы. Тіркеле салу қиын ба? Мақұл ғой, енді тіркелмесе де хотя лайк баса салу. Қиын болып тұр ғой примерно. Достар, соның бәрін істей кетіңіздер, лайк басып, арнаға жазылып, комментарияларыңызды жаза отырсаңыздар, бір қуанып қалайын. Екеуі де бір қойын. Так, бізде дейтін азанға жіберейік. Ана аралға бару қажет бізге. Дай достар, мен сол аралға барам дегенше сіздер арнаға тіркеліп лайк басып сияқшы, давай тезсіз. Өтініш сіздерден достар, давай. Мен қазір уже барып қоям бірден. Уже лайк басып өңіздер сіздер. Үлгірістір ма лайк басып, ал енше 1, 2, 3. Ал достар, келдім ал мен уже. Мына аралға көрдіңіздер ма достар, мен шапшаңдығымды. Айттым ғой мен шапшаңдығымнан лайк басып үлгермей қаласыздар деп. Сол үшін ертірақ басып қою керек еді. Так, оған сындырудың қажеті жоқ достар маған. Мен бәрібір бұларды қолданбаймын да ғой. Маған чисто андай, не алмайды. Маған чисто андай ағаштар керек қой. Сажнес ағаштар ше. Андай биомы өзімізгіндей ше. Маған бірақ пшеница алып егін егем достар, келесі бөлімде мақма. Кім келсет комментарияға плюс қалдырып кетіңіздер. Егер де келесі бөлімде егін ек десеңіздер, комментарияға плюс қалдырып кетіңіздер. Өйткені бізде деген андай егін егетін заттар өте көп. Сәбіз бар, мінеки қолымызда пшеницамыз бар. Егін ек десеңіздер достар, тез-тезден егіп кетеміз ғой. 6 секунд қой. Келесі бөлімде достар, онда егін ек дейтін болсаңыздар, егінді егейік. Одан кейінгі бөлімде 8-ші бөлім болатын шығар, мен аралға барамыз. Сол кезде өлесі ашыз. Точно айтам, сол аралға барамыз біз. Келесі бөлімде егін егетін болсақ, если. Ал егер егін екпейтін болсақ, бірденен бара саламыз да. Бізден аяқта осындай неміз бар, үйіміз алдыңғы бөлімде соққан. И осы заттарды үйге тасу керек еді маған. Так, тасиықшы болсын. Ең бірінші біздер верстакта болайық.
верстакты біздер деген мына шетке қояйық. Так. Мына терезеден жаман көрініп қалмас үшін верстакты осы жерге қосайыншы. Все, верстак дайын. Верстак қойылды. Енді бізге сандықты қою қажет. Так, сандықтан біздер керек заттарымызды алайық. Керек зат жоқ сияқты маған. Бар ма әлде? Общем, бүйтіп қиналғанша сындырып алсын енді. Так, осылай, потом құлап кетпесін, бір зат құламауға керек қой. Ой, арамы мышық бар қорқау. Так, енді бізе сандығымызды қояйық. Бұл сандықты осы жерден қойсайшы. Так, осыларды бірінші андай заттар саптайыншы мен. Бағалы, еще онша көп керек емес заттар ше. Мынау мысалы үшін. Так, достар, дәл қазір егін егейін бе? Қалай ойлайсыздар, дәл қазір егін ексем? Қалай болады екен? Мен олама әлде нашар бола ма? Ала түсінікті салайық. Давай достар, дәл қазір егін егейік та, бір егін егейік ана үйдің жанынан. Так, күтіңіздер. Достар, мен nerede тасым тұтып алып. Енді тағы тас. Үшін тас сынамыз, жинаймыз. Достар, тамам қалып қалды, мен кешірім сұраймын. Просто мұздай су қойып шығып алғанмын ше. Содан енді тамам кішкене енді қарылып ауырып тұрғаны бар. Так, бізде деген погодадан конечно. Осыдан қой жерейік қазір. Ё-моё, енді азан қалғанымыз сол. Осы жерге біздер егін егіп таяқ үшін. Осылай. Мінеки осылай. Кешірім сұраймын достар. Тамам қарылып тұр. Так, осылай. И біздер енді неғып төртеу егін егеміз. Ё-моё, мен қатестен. Майт ошибка. Еще өзім қолап кеттім. Қателік. Өте үлкен қателік бұл. Былай екен ғой. Әлде прямой дәу қылайын ба? Сөйтіп салайыншы достар. Дәу қылып істейік екен. Так, талымыз сындырып алайық. Өзге моментте сындырып алмасаң, қалған бәрін өсуге кедергісі да бар ше. Сосын тез сындырып, тез қайтып екпесе керек. Так, біздер енді мотига істеп алайық. Осылай. Ой, ё-моё, айна шығасың. Туп істейміз. И потом, бля, менде палка бар еді негізі. Көрейік, айттым ғой, бар ғой тұр 16 штук. Енді жемшек алынған емес. Так. Міне мотига бізде деген ағаш деревни мотига жетеді пайди. И енді егетін егінімізді алуды ұмытып кетіппін. Ё-моё. Что-то ауырам деп кішкене басым замакане беріп жатырмын немді. Так, ең алғашқы егіндерімді істеймін. Төртеу болса, наверное,
жабайын бе. Так. Ема! Неше ағашым өсіп кетті мен? Ай бе, бұл жолы достар, бұл бөлімде ағашқа байыдық біздер. Конкретно ағашқа байыдық. Мыналардың бәрін келесі бөлімде сындырамын достар, мына бөлімде сындырып үлгермеймін. Ал енді достар, осымен осы видео аяқталды. Сіздермен болған бұл мен Нұржан. Достар, кешірім сұраймын, енді кішкене видеом қуып жатыр. Бір жағынан қатып жатыр ше. Сонда да сіздер үшін видео түсіріп жатырмын.